1943 жылдың соңғы жартысында Оспан батырдың атағы төрт тарапқа жайылып, елім дегеннің барлығы оны іздеп жатты. Көктоғай ауданының атқамінер азаматтары түгелдей оның қосынына кірумен қатар, Сұлубай секілді ел серкелерінің бастауымен Шыңғыл халқы да көтерілісшілер қатарына өтті. Күн сайын күшейіп бара жатқан қазақ қолының құдіретінен сескенген Шыңғыштай үкіметі қатты қарбаласқа түседі. Жағдайдың өздеріне тиімсіз күйге айналып бара жатқанынан сескеніп, қазанның соңында Сарсүмбе қаласынан бір полк әскер аттандырады. Оған Көктоғайда тұратын бір полк әскер қосылып, Оспан қосынына өлермендене шабуылға шығады. Стратегиялық жақтан шегін отырып соғыс жүргізуді жөн көрген қазақ қолы Шіңгілге қарай шегіне ұрыс салады. 1944 жылдың көктеміне келгенде Дәлелхан Сүгірбаев Кеңестер одағындағы оқуын аяқтап Оспанға келіп қосылады. Онымен бірге кеңес үкіметінің Моңғолия арқылы жіберген ақылшылар да келеді. Бұрынғы соғыстардағы тәжірибе сабақтарды қорытындылаған Оспан мен оның қол астындағылар ендігі жерде жүйелі жоспарлар жасай бастады. Қапас пен Камел, Қаби мен Жылқайдар, Нұрғожай мен Сұлубай, Келес мен Смағұл басқарған әрқайсысы 150-200 кісілік 4 жасақ тобын құрды. Сонымен қатар уақытша қолбасшылық үкіметі құрылып, Оспан бастық, Дәлелхан орынбасар болады. Бұл кезде Бурылтоғай ауданынан Іле-Шала, Кәріп, Манат бастаған 40 шақты адам салт келіп қосылды. Қосынында арнаулы мүшелер бар болып, олар Көксеген, Асқат, Камел, Молла Ислам, Сүлеймен, Әділхан, Келес, Қалқабай, Ләтіп, Әбдірәсіл, Беріш сияқтылар еді. Сол кезде еңбек көрсеткен 10 адамға батыр атағын берді. Бұлар Есімхан, Сүлеймен, Камел, Сұлубай, Қапас, Келес, Нұрғожай, Қуанышбай, Чұқай, Әбдірәсілдер болатын. Оспан қолының баяғы шағын қосыннан ұлғайып, кемелді әскери күш қалыптастыруы Гаминдан үкіметінің үрейін алып, бұрынғыдан бетер жанталасқан күйге түсірді. Сонымен олар Алтай төсінде бұрыннан тұратын өлке мен Гаминдан орталық армиясынан құралған құрлық армия 28-ші дивизиясы, уақытша 3-ші дивизиясы, атты әскердің 46-ші дивизиясы және қауіпсіздік сақтау бөлімінің қарулы сақшы бөлімшесі қатарлылардан құралған зеңбірек батальоны мен танкі батальонын өз ішіне алған 11 мың шамалы адамы бар мұздай қаруланған қосын арт-артынан Алтайға аттанды. Оспанның осыншама көп әскери бөлімді өзіне аударуы Гаминданға қарсы күрес жүргізуші басқа топтар үшін тамаша орай болды. Гаминданды жоюға ұрынған коммунистік партия үшін де айрықша тиімді екені белгіледі. Жасақтанып келген жауға жаралы барыстай атылған қазақ қолы 1943 жылдың сәуірінде Шыңғыл ауданының Ағашоба деген жеріндегі жау бекінісіне шабуыл жасады. Ағашоба бекінісі жаудың алғы шепке қойған бірінші қарауыл еді. Ол Оспан қолының шабуылына төтеп бере алмай тас-талқан болды. Жауды қырып, қару-жарағын олжалаған қазақ жасағының мерейі өсіп, Қытай Шыңғыл ауданын тастай қашып, Көктоғайды паналады. Сөйтіп, Шыңғыл ауданы Өралтайдағы бірінші азат болған ауданға айналды. Бұл 1943 жылдың сәуірдің 13-і болатын. Алтай аймағы бойынша Шыңғыл ауданы ғана азат етілгенімен, Көктоғай, Бурылтоғай, Алтай, Бурышын, Жеменей, Қаба аудандары әлі де болса Гаминдаңның үстемдігінде болатын. Гаминдаң иелігіндегі Қытай әскерінің киер киімі, ішер асы, мінер аты әрине халықтан еді. Сол үшінде біріншіден жауды ат-атақсыз қалдыру, екіншіден жауға шабуылдағанда халықтың қырғындалудан сақтану үшін Оспан халықты Гаминдаңнан бөліп алу шарасын алға қойды. Сөйтіп, өзінің сенімді батырларына арнайы ақылшылар қосқан жасақтар тобын әрбір ауданға аттандырады. Нұрғожай, Қуанышбай батырлар бастаған бөлімше мен Ноғай, Әбдірәсіл, Манат басқарған бөлімше Моңғолия шекарасын бойлап Өрмегейті Китің аршы арқылы өте шығып, Қара ертіс пен Сұмдайырық өзені аралығындағы Қолнембес, Екарша, Аққұлақ, Ұшылық сияқты төр жайлауларда отырған Сарсүмбе халқының жартысы мен Бурылтоғай ауданы халықтары арасына келді. Қаби Мұхаммед басқарған бір бөлімше Жағаштай, Қомбасы арқылы өте шығып, Арал деген төр жайлауда отырған Сарсүмбенің қалған халқы мен Бурышын халқы арасына келді. Келес, Жылқайдар, Тескенбай батырлар бастаған Әріпбай, Құрмаш ақылшы болған бір бөлімше Жеменей ауданы мен Қобық ауданына қанаттас Сауыр тауының Қарағайты сияқты төр жайлауында отырған халықтардың арасына келді.
Осылайша Оспан бастамашылығындағы бүкіл Өр-Алтай жауды қуып шығып, атамекенді азат етудің жеңісті шеруіне қадам басты. Ұлт азаттығы үшін ұрандаған ұлдар мынандай марштар айтты. Айқай ел, туған жер, туысқандар, бізге кел. Сауырдан біз бет алдық жер қабаға, Жәнібек деп сиынып ер бабаға, табанасты езгімен қырғындаған, бұл Қытайдан қорққанмен жаңғалама. Жан тудыма жалғанда шәріп қандай, сәуле шашқан халқына жарықтаңдай. Мәнкей ақыт Халелді тақ өлтірді, жан жағады Қытайға енді қандай. Бұқат бейісі қазақтың кемеңгері, көрге тықтау Қытайдың жемеңгері, ел басына күн туды екі талай, сыналатын кез жетті ердің ері. Ел күйінер арысын ойлағанда, көкірекке ызагек симағанда, қолымыздан біз қашан жібербек, Қажы-Нәби Көкенай бәдиғайда. Қытай қашан қазаққа берген пайда, пайда берсе кешегі ерлер қайда, ел адамын Гаминьдан түгел қырды, қарап жатпай атқа мін осындайда. Тұлпар мініп туалдық тұрдық сапқа, ел құтқару міндеті азаматқа, ата жауды аластап кек алайық, аттан енді айқа ел қарап жатпа, айқа ел туған жер, туысқандар бізге кел. Немесе, азаттықтың туын алып еркіндікті жасаймыз, бізді езген дұшпанның қанын судай шашамыз, ата-баба ақтуы жауынгерлер қолында, өлсек шейіт, қалсақ қазы исламның жолында. Деген секілді әндерді асқақтата шырқаған қазақ сарбаздары Алтай даласын ат тұяғымен дүбірлетті. Шіңгілдегі күмістің құйғанындағы жау бекінісін сәтті басып алған Оспан қолы ендігі бағытын Көктоғай қалашығына бұрды. Шошынған жау қалашықты тастап Сартоғайдағы бекінісіне шегінеді. Жол бойы қазақ жасағының соққысынан өліктерін қалдырып отырған Қытай әскері бекінісіне зорға ілігеді. Сөйтіп, Көктоғай ауданы да азат болады. 1944 жылы қазанның орта шенінде Алтай төңкерістік уақытша үкіметі құрылады. Ендігі жерде жауды халықтан айырып алу мақсатында Әріпбай Құрмаш секілді ақылшылар мен Жылқайдар бастаған батырлар Жеменей қосынан жасақтап, ондағы халықты Зайсан жеріне өткізсе, Қаба елі Марқакөлге қарай өтеді. Сөйтіп, Гаминьдан шеріктерін елсіз жетім қалдырады. Ендігі жерде жаумен аянбай айқасқан қазақ жасақтар Жеменей Қаба аудандарын азат етіп, ұрыстың бағытын Буршынға қарай бұрады. Бұл кезде Буршын елінің бір бөлімі Монғолияға қарай асырылса, Сарсүмбе Борылтоғай елінің бір бөлімі Шіңгілге қарай көшірілген еді. 1945 жылғы сәуірдің орта шеніне дейін Көктоғай Жеменей Қаба аудандары ұлт азаттық қосындарының қолында болады. Сонымен бірге Гаминьданның Сартоғайдағы бекінісінің талқандалуымен Үрімжі Алтай аралығындағы шығыс жолы кесіліп қалды. Жарға құлағы жастыққа тимей аттың жалын төсеніш қылған Оспан сарбаздарының бұл соққысы жаудың десін басып, салынын суға кетірді. Сол жылдың қыркүйегінде Буршын азат етіліп, соғыстың бағыты Сарсүмбені азат етуге ойысады. Жау әскерінің көп бөлімі бағынып, бір бөлімі қашып кетуге мәжбүр болды. Сөйтіп, 1945 жылы 6 қыркүйекте бүкіл Алтай Қытайдан дерлік тазарып, қазақ қосыны Сарсүмбе қаласына басып кірді. Оспан батыр Алтай аймағының уәлилігіне тағайындалды. Дәл осы кезде халықаралық жағдайларда да көп өзгерістер болып жатты. Атап айтқанда неміс армиясы орыстан жеңілсе, жапондар Қытай аумағынан аластатылды. Кеңестер одағы жөнінен алғанда халықарада ырықты орынға айналды да, Оспан бастаған ұлт азаттық күресін жалғасты қолдаудың оларға ешбір қажеті болмады. Қайта сол төңкерісті тұншықтыруға әрекеттене бастады. Халықтың қанымен тер арқылы келген жеңісті империялар ендігі жерде өзінің ойыншығына айналдырғысы келді. Жәди Шәкенұлының Оспан батыр романынан ықшамдалды.